Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзбек ұлтының шорпа деп аталатын тамағының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл тағамның дәмі өте ерекше, құрамындағы көкөністерге байланысты өте дәмді болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сорпаға кез келген ет қолдансаңыздар болады. Менде сиыр еті әдейі бөлмей салдым. Сүйегі бар жерінен бетін жауып, қайнағанша қойып қоямыз. Қайнаған кезде міндетті түрде көбігін алуды ұмытпаймыз. Достар, қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қойыңыздар. Енді тамағымызға қажетті көкөністерді тураймыз. Ең алдымен пиязымызды тураймыз, яғни жуамызды ұзыншалап, жіңішкелеп, дәл видеодағыдай турап аламыз. Әрі қарай чесногымызды да турап аламыз, яғни сарымсағымызды. Дәл видеодағыдай турайтын боламыз, майдалап, кубиктап. Шорпамызға өте ерекше дәм беретін болады. Ал енді тәтті бұрыштарымызды тураймыз, үлкен-үлкен, ірі-ірі қылып. Менің бұрыштарым кішкентай болғандықтан 2 данасын қостым. Ал егер сіздерде үлкен болса, 1 данасын қоссаңыздар жеткілікті. Енді сәбізімізді турайтын боламыз, дәл солай ірі-ірі қылып. Шорпаның ерекшелігі ішінде көкөністері ірі-ірі болып жүреді. Сәбізімізді 2-ге бөліп, ары қарай осылай жуан-жуан етіп турап шығамыз. Енді қызанақтарды тураймыз. Мен 4 дана қызанақ қостым. Егер сіздер көп жасайтын болсаңыздар, 5 немесе 6 дана қызанақ қоссаңыздар болады. Себебі қызанақ неғұрлым көп болса, біздің шорпамыз соғұрлым дәмдірек болады. Енді картошкамызды турайтын боламыз. Мен картошкаларым ұсақ болғандықтан 2 бөлікке, кейбіреулерін 3 бөлікке бөліп турай салдым. Етім пісіп дайын болып қалғанда етімізді алып, майдалап турап, қайтадан сорпамызға қосамыз. Өйткені менің етім үлкен сүйекпен болғандықтан. Одан соң жіңішкелеп, әдемілеп туралған пиязымызды қосамыз үстінен. Достар, құрамына қажет заттардың барлығын описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Мінекей пиязымды салып 15 минут қайнатқан соң, сәбізімізді және картошкамызды салып 15 минуттай тағы да қайнатып аламыз. Шамамен 10-15 минут қайнаған картопымыз бен сәбізіміздің үстінен енді майдалап туралған қызанағымыз салатын боламыз. Шамамен 5 минуттай қайнатып аламыз тағы да. Шорпамыздың дәміне қарай тұз бұрышын салатын боламыз. Дайын болуға 5-10 минут қалған кезде тәтті бұрышымыз бен чесногымызды қосатын боламын. Себебі бұрышымызды ертерек салсақ, езіліп, дәмі кетіп қалады. Сорпамызға қалауларыңыз бойынша ас-көк қоссаңыздар болады. Өте ерекше дәм беретін болады. Сонымен біздің өзбек ұлтының тағамы шорпамыз дайын болды. Дәмі өте ерекше, дәмді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін.
бір жасағаннан-ақ өте керемет болып шығады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.